Жаңа бағанаға айтқанымыз. Сабырлықпен, намазбен, сабырмен, намаздан Алладан жәрдем сұраңдар деді ғой. Не үшін бірінші сабырды айтты десе адамдар айтады. Адамдар намаз оқи алады дейді. Бірақ адамдар сабырлы бола алмайды. Мына жерде отырып қой, тақуа оқысап отырмыз ғой, бәріміз түрімізге тіреп отырмыз ғой. Мына жақтар өңкей кішкентелер, дәу-дәулер бар ғой, сондан дәрілер. Мысалы да жанына барып, қазір шыққаннан кейін, нерде сабырлы оқысап тұр ғой, соған алданып қалып барып дік кетіп тұрч. 0,3 келеді ғой, сразу дұрыс па? Ұйықтатады ғой. Біздің қазақтың жігіттерін қалада тексеруге болады. Мәшинемен келесіз ғой. Алдына шығып алда, жай жүріп жол бермей қойш. Ананың түрін мен уже елестетіп жатырмын. Сабырлық әшейін бір 10 секунд жетеді біздің жігіттерге жарылып кетуіне. Бүгін тұрмыз светофорда. Алдында бір 14 тұрған. Көк жанында 14 бір 4 секундтай тұрып қалды. Неге білмеймін. Өшіп қалды ма білмеймін ғой. Артымдағы адам сигнал береді ғой, өшірмейше. Құдайдың құдіреті мені боқтады ғой деймше. Негізі алдындағы машина ғой. Сабырлық жоқ. Жігіттер, намаз оқып жүргенімізге 10 жыл болды. Әлі сабырлық жоқ. Неге? Өйткені бізде білім жоқ әлі. Ал анау тыңдап алған нәрселерің сенің, ол білім емес ол. Ол сен әшейін бір әсерленіп жүрген адамсың. Мә, зор айтты. Не айтты? Есімде жоқ, бірақ зор айтты. Бірақ тема зор болды. Не тема? Негізі намазхандар жайлы болды, бірақ не екен есімде жоқ. Осыдан енді қалай амал етесің енді? Ал намаз оқи алмай жүргендерге айтар едім. Жалко. Мына өмір жалко. Жақында бір жігіт айтады, Алматыда жолықтықта намаз оқи алмай жүрмін. Бұрын оқыған ем тастап кеттім дейді. Сөйтсе, мен айтып жатырмын оған. Сенің кезінде, значит, басыңа іс түскен да. Біз шынымен мынандай лицемерлерміз біз қазір. Басымызға іс түскен кезде әулие болып кетеміз ғой. Адамдар кеп мешітке садақа беріп жатса, примерно біліп тұрасың, ай, осыда бір проблема болып жатыр. Құдай беріп жатса, примерно білесің, мынаған біреу заявление жазды мынаған. Или сотталайын деп жатыр мынау. Өйткені ол бұрын бермейтін еді ғой. Айтады, сен бұрын намаз оқыған болсаң, значит, саған бір проблема түскен да. Қазір оқымай жүрген болсаң, значит, сол шешілді, қазір нормалисің. Өйткені біздің қазақтың жігіттері түрмеге түссе намаз оқиды, түрмеден шықса қояды. Түсіп қалса қайттан оқиды. Бұл біздің решала ғой, бұл намаз біздің решала болған ғой. Түрмеге түссе, енді намаз оқиын, осы бір бөлеп шешер енді, бітеп барып оқиды. Шыққаннан кейін енді Алла бәрі нормаль, менде өзім кейін хабарласам, бұл тоқтатады болды ше. Сөйтіп ана өзінің тағы жарымдарын, жарты бастарын жинап алады, ал қаяқта не бар? Кімді өлтіреміз? Кімді айырамыз? Болды, кетті қарай. Бірақ қараңшы, ана жігіт айтады, валлахи менде тура сондай болды дейді. Істі болдым дейді. Намаз оқыдым, тахаджудты қаза қылмай оқитын дейді ғой. Сол кездегі дұғаларды көрсең дейді да, я Алла деген кезде бар ғой, мен кейбір кезде өзімді өзім танымай қалатын дейді. Андай дұға қылу бар ғой, әулиелер олай дұға қыла алмайды дейді. Сөйтіп шықтым дейді. Содан тірлік жақсыға көшті. Уже нормальный жұмыс жүре бастады дейді. Қазір аға шынымен айтайын, жағымпаздардың заманы. Қазір бір достар шаған кепше, мә, сен құрметтеймін деп жатса, біліп ал. Сенде, значит, бір оған пайдалы бір зат бар. Ол соған кеп тұр ол. Шынымен сондай. Қазір жағымпаздардың заманы. Достар бір-біріне сырын айтуға қорқады. Өйткені есеппен дос болып жүр ғой. Анау айтады, жағдайым жақсарып еді дейді. Достары жинала қалды дейді. Сонымен басталды, ойбай, қаяқ, көкбұлақ, ақбұлақ, анау, мынау ше. Bir күні таң қаза болып қалады. Bir күні жолда жүріп шам қаза болады. Шаршап келіп таң қаза болады. Сонымен шайтан лағнеті қара бізге қалай болевой тартады. Ей, бүйтіп намазды мазақ қылғанша сен қоя тұрсай. Саған әлі ерте. Деді да намазды тоқтаттым дейді. Енді қалай оқысам болады дейді. Мен айтып жатырмын, сен қазір оқыма. Қазір оқысаң қайттан тастап кетесің. Қай уақытта оқимын? Жақында Құдай сенің басыңа бір қасірет береді, сол кезде оқисың. Өйткені сен сондай адамсың ғой сен. Сен басыңа іс түскен кезде ғана оқисың ғой бұл намазды. Ал жігіттер, бұл намаз не үшін оқылады, білесіздер ма? Намаз өлген адамға оқымай қойса болады. Намаз етеккірі келген әйелге оқымаса болады. Намаз жындыға оқымаса болады. Намаз кәмелетке толмаған адамға оқымаса болады. Мына төртеуінің қай сипаты бар сенде? Қай сипатынансың сен?
Төртеуі сенде жоқ па? Болды, саған намаз парыз. Осы күнге аман есен жеткенің үшін. Біріншісі, намаз бұл сенің осы күнге үшін жеткеніңе шүкіршілік. Бұл сенің ана еще тозақтан құтылу, жәннаттан кіру үшін оқитын нәрсе емес бұл. Сен әлі мынау дүниеңді расчет істеп ал, арғы дүниеңді емес. Қазір осы жерде отқан кез келгеніміздің, бізге мына көп адамдар хабарласады. Бір адамның, ана шетелде емделіп, Турцияда емделіп ше, бір баланың бір көзіне операция істейтін болады. Басы қисық ше, бір бәле давление, бір нәрсе аяқ іскен ше, бір балаға $40,000 мысалда, $100,000 емге аяғына, бір көзіне деп. Сен бір көзің одан да қымбат тұрады ше. Құдайға шүкіршілік айтуға сен денеңе бір қара негізі. Ақылың болса, негізі жеткілікті мынау дене. Екіншісін бір қызыған айтайын. Намаз оқыған адам не болады? Жігіттер шынымен. Пайғамбар салсам айтады, намаздан кейін жасалған дұға қайтарылмайды дейді. Міне қазір намаз оқитын жігіттердің өзі басына іс түскен кезде қарашы не дейміз? Шынымен айтайын. Бәрі қара, біздің қазекеңдер басына іс түскен кезде былай айтады. Енді Алланың жазғанын көреміз. Алланың жазғанын көреміз енді. Не болса да Алланың басқа салғанын көреміз енді. Енді пешенемізге жазған болады. Не де болса Алла не бұйырады, сол болады. Енді шеше бір Алла шешеді дейді ғой. Қара, не айтып жатыр ол? Бәрін Алла шешеді деп тұр ғой. Енді ойлайсың ғой қазір барып намаз оқитын жер деп. Жоқ, түплейін киіп алады да, әкімнің алдына, прокурордың алдына, бандиттің алдына, жындының алдына, ақшасы бардың алдына, жердегі мақұлықтардан кете іздеп көмек сұрай бастайды. Бірақ өзі айтып тұр, Құдай шешеді депсе, дәрет алда 2 рәкат намаз оқыды, Құдай шешіп берші деп сұрамайды бірақ. Шешетін Құдайға қолын жаймайды. Ана бермейтін әкімнің алдынан шықпай жүреміз да, құдай кепсе. Солаймыз ғой біз. Ал қараңызшы, намаз. Пайғамбар сам айтып отыр ғой, намаздан кейін жасаған дұға қайтарылмайды жігіттер. Өміріңе сұрап алатынен ғой, болашағыңа қажетіңді сұрап алатынен ғой намаз оқығаныңда. Әркімнің алдында сүмірейіп жалпақтамайшы. Ал енді қараңыз, біреуіне қайтайын. 60-тан асқан кісілер ренжімеңіздер бірақ. Расы осындай. 60-тан асқан кісі намаз бастаса, жақсы. Біреулер айтып отыр ғой, бұл намаз оқысаң, әйтеуір Алланың алдына барсаң бір жеңілдік болады екен ғой. 60-тан кейін оқи. Жақсы, 60-тан кейін оқысаң да Құдай жеңілдік берер. Проблема, жете алмай қалма. Қазір не жерден шыққаннан кейін кім қайда жетеді, Алла біледі. 60-қа қандай гарантияң бар? Кетіп отыр ғой жол апатынан. Күніге күнері 5-6 аулап кетіп отыр ғой бауырларымыз. Жол апатынан. Біреуіне қайтайын, басқасын емес. Енді қараңызшы, бір 60-тан асқан кісі намаз бастайды да, қараңыз, намаздың ішінде мынандай дұға жасайды. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина қуррата айын. Ваджална лил муттақина имама. Түсіндің ба қандай дұға екен? Қара, 60-тан асқан кісі мынандай дұға істеп жатыр. Я Алла, маған көрген кезіңде көзіңді қуантатын әйел нәсіп етші деген дұға жасап жатыр. Ол әйел қайықта жүр? Ол уже желкеге мініп алған. Деп. Бұны қай уақытта жасау керек еді бұл дұғаны? Бұл дұғаны үйленердің алдында жасау керек емес пе? Бірақ жасай беріңіздер. Кім біледі, апам тағы да айтыр, Алланың қалауымен жаңағыдай бір сұлуға айналып кетер енді, бір кәлләс істеп кетер. Қай уақытта жасау керек еді бұны? Бұны ұрпақты тудырардың алдында жасау керек еді ғой бұны. Түсініздер ма? Бұл біздің бір-ақ нәрседе ұтылып атқанымыз. Ал өмірде қанша нәрседен ұтылып жатырмыз ғой біз. Бір магазинде скидка екен. Бір-ақ күн скидка екен десе, ана магазин адамға толады ғой, дұрыс па? Скидканы жібермейміз ғой өмірге қатысты. Осы намазымызды оқи алмай жүрген жігіттер, оқиық. Бұл намаз, жігіттер, бір күндік намаз, 1 сағат уақыт алады. 1 сағат уақыт алады. Және жігіттерге айтам, қартайған кезде, абыройлы, сөзі өтетін, дені сау, ақсақалға айналғың келсе бар ғой, қазірден дайындал. Не жерде ішіп жүрген біреуді олимпиадаға апарсаң күрестен жеңе ма? Қанша жыл дайындалады?
Енді қалай ойлайсың? 50-ге шейін қылжақбас болып келіп, 50-ден кейін ғалым болып, қартайған кезінде ұлы адамға айналам деп тұрсың ба? Жоқ. Қазірден қылжақбастықты тастау керек, жігіттер арзан сөз тастау керек. Қартайған кезде ел сыйлайтын. Қазір міне жігіттер жүрміз ғой, 30-40-тағы. Қазір әлде де болса кішкене күшің бар. Күшіңмен кейбіреулер тоқтатып тұрған шығарсың. 60-та ол да болмайды. Сол кезде не істейді? Сені құрметті қылатын өмірің. Қандай өтті өмірің? Адамдар сенің өміріңе қарап құрмет қылады. Жақында бір жиында отырсақ, жасын әтейі сұрап алдым. Наяғымда 72-де, нағымда 83-де. Екі кісі отыр екен. Кісі емес, жігіттер. Өздері айтады, жігіт іздеп ше. 83-те жігіт, 83 жылғы емес. 83 жастағы жігіт, 72-дегі жігіт. Екеуі отырып алған, біреу жамандап отыр. Ой, атаңа нәлет оңбаған, ол адам емес, ол адам болмайды. Фатуалар беріп жатыр ше. Адам болмайды ол. Енді ана екі адамда болған ит қып езіп жатыр ғой. Сол мен айттым, енді көкелер Алла разы болсын, кішкене шариғаттан айтсақ қалай болады деп айта қояды, жарайды. Сіздерге қатты тиіп кетсе ренжімеңіз. Бірақ анау жастарға ескерту деп айтайын. Мына екі қария отыр, екі қария. Мына үлкендер отыр. Мына жастар жиналады да, жастар бата бермейді, дұрыс па? Жастар бірінші сөйлемейді. Неге? Мынау кісілер сөйлесін, үлкендер деп күтеді. Ал ана екі үлкен қараңыз айтып жатырмын. 40-50 адам үлкендер сөйлесін деп тұр ғой. Мына екі қылжақбас өсек айтып отыр да. Ойлаңызшы, кім сыйлайды ана шалды? Кім құрметтейді оны? Мен айтып жатырмын, өмірде көргенің осы ма? 83 жыл өмір сүрген кезде бір мына жастарға айтатын өнегелі бір оқиға көрмедің ба 83 жылда? Ана бір жаман досыңнан басқа? Біріншіден, екіншіден жігіттер, туысқанын жамандайтындарға айтам. Ит болып кетсе де ше, туысқанын жамандайтындарға сен ешкім емессің. Туысқанын жамандайтындардың өздері де ешкім емес. Өйткені сенің басыңа іс түскен кезде жігіттер, қазір көбінесе достар тұрмайды, достар жоқ болып кетеді. Сенің басыңа іс түскен кезде кім келеді? Ағайынның қадірін жалалы болсаң білесің дейді. Ағайын тұрып береді ғой. Ал мен мына жігітке айтам, ағайын жамандайтын. Сен қорғаусыз адамсың. Сені кез келген шакал сындыра алады. Неге? Өйткені сенің артыңда қорғауың жоқ. Өйткені сен қорғауының бәрін адамдарға жамандап, жексұрын қылып жүрсің. Біріншіден, екіншіден, сен де солардың бірісің. Сен олардан артық емессің. Өйткені бәрің бір тападан шыққансыңдар ғой, бәрің бір дейсіңдер. Ден сау адам. Айтшы, сен маған туысқанын жамандағанда, мен саған заводтан новый, четкий, ақылды туысқан әкеп бере алмаймын ғой. Болды. Ол завод жабылған, болды. Қалай бар, соған разы болсайшы. Біреуге жамандап ше. Өзіміздің абыройымызды түсіреміз ғой. Мені осы ауылға кірейік. Жігіттер бірін-бірін жамандап жүрсе бар ғой. Мен білем уже мына ауылда ауызбіршіліктің жоқ екен. Любой біреуін барып сындыруға болады. Өйткені ешкім ол үшін тұрмайды да. Сондаймыз ғой біз. Одан кейін қариялар жаңа кісінің біреу айтып отыр. Қатты кетпе деп отыр. Мен қатты кетіп жатқан жоқпын. Мен қалай бар солай айтып отырмын. Шындық ол қатты тиген ол. Анекдот айтып отыратын уақыт жоқ уже. Қазір 15 минуттан кейін шығып кетеміз. Саған бүйтіп, оны бүйтіп анау қызды сындырғандай икем деп отқан кезде қайтып кетеміз қазір. Онда қалай бар солай айтайық та кетейік қазір. Айтып отырмын. Жастар, сендер үлкендер құрмет. Мен айтып, не үшін құрметтейсің? Қарашы мені. Көшедегі ана картожниктер бар ғой, тұрған. Барасың. Біріншісін қарашы. Ассалаумағалейкум не деп айтады? Өзің қалайсың дейді. Сәлемге жауап бере алмайды. Неге? Өйткені мына үлкен кісілер ұқсап, мешітке келмеген ғой, мешітке келмеген да. Хотя бы жұмаға келіп тұрса ше, ассалаумағалейкум да үйренер еді ғой. Ассалаумағалейкум десең көп шалдар өзің қалайсың дейді. Жақсы, өзің қалайсың. Сәлем беру, сәлем қайтару бұл фарз кифая, міндет. Жанында тұрсын. Бір нәрсе үйренгің келеді ғой үлкен адамнан. Баяғыда совхоздан ұрлаған 30 қойын айтады. Баяғыда бөшкімен пиво ішіп, төбелесіп, арыстан ағып, қашып келіп, ауылда бір ешекпен төбелескенін айтты. Сол ауылдан біреудің ешегін ұрлап ала келген. В общем, сондай әңгімелер. Мен айтам, мынаның қасында не стоит анау адам, не стоящий адамдан уже. Өмірің босқа өтіп кетеді ананың алдында же. Лучше кет, лучше мынандай. Қараш, сөйтсек жігіттер құрметті болу үшін жас керек емес.
Мына жерде тұрып қазір бір 20 жасар жігіт тұрсын да, жігіттер, мына ауыл біздіңкі. Давай ауылға бір нәрсе жасайық, жақсылық жасайық. Ауылда алкаштар көбейіп жатыр, наркомандар көбейіп жатыр, карта ойнайтындар көбейіп жатыр. Жігіттер, өзіміздің ауылдың болашағы үшін ана әр картежниктер, алкаштар жинайтын әр көшеге, әр поворотқа брусья мен турник істеп қояйық. Ана алкаштар ең болмаса асылып кішкене болса да денесін адам болып кетер. Бұл да болса кішкене мотивация ғой. Әр ауылда жігіттер, біз жақта уже істеп тастағанмын. Әр ауылда айтып. Әр поворотқа жігіттер, әр поворотқа. Өмірдің бүкіл дүние тұрмайды ғой. 3 метр труба брусьяға жетеді. Бір брусья мен турник әр көшеге істеп қойыңыздар. Өтіп баратқан асыла берсін. Бұның өзі қараймыз ғой, жас балдар жарысып атады ана турникпен, брусьямен ше. Кейбір кезде ешкім жоқ кезде жайлап тұрып аталардың өзі асылып қояды дейді. Үстіп осыны ше, бірақ бір жас бала осыны істейік деп айтып тұрса, сен 20-дасың құрып кетер деп кім айтады оған? Сөзі түзу қоя, ол алынады. Ол жігіт құрметтеледі. Неге? Өйткені қазақ айтады. Әр адамның ақылы, оның сөйлеген сөзі, оның ақылының дәрежесі дейді. Енді жігіттер қараш, қартайған кезде қылжақпас болсаң бар ғой, мынандай жастар ең обиднасы сол да. 60-70-ке келіп, сонша өмір көргеннен кейін, бір кішкентай бала келіп, сен шұқылап тиісіп тұрса бар ғой, ең қиын солды. Бірақ бір қызығын айтайын. Аналар айтады, жігітпіз дейді. Жаңағыларда, біреу, кім сізім 72-дегі жігітпін дейді. Онда енді еркекше тұр онда. Жігітсің ба? Біз оменен не істейміз? Жігітсе ойнаймыз. Жігіттер жігіттермен ойнайды. Оны бет тартасың. Кейбір кезде ұрасың, андырса, жігіттер солай ғой, алсады ғой. Басынан да бит ұра салуы мүмкін, қатарың болғаннан кейін. Жігітсің ба, шыда. Жоқ, үйістіп ойнай бастайсың ғой. Осы кезде ол өзінің кім екенін есіне түсіп кетеді. Бұлар үлкендерді сыйламайды. Үлкенсің ба сен? Онда жүрсей, үлкенше жүрсей, сен жігіт емессің сен. Сен дәуірің өтіп кеткен болды. Сен қазір бір рет сальто таста болды, сен палауың жейміз қазір. Өтіп кеткен ол заман. Енді сен кімсің? Енді сен ақсақалсың, жігіт емес, ақсақалсың. Сен елге, өсеге, өнеге айтатын, өсиет айтатын адамсың. Осылай, отсай бол, жастар сені құрметтесін да, шұқыламай. Бір күні бір жиында тұрмын. Сөзімнің соңы осы жігіттер. Жиында тұрмын. Шалдар деп айтып отқам ғой, қазір қариялар деп сөйлейтін болдық қой. Сөйтіп бір жас әйел тұрды да, сен қазақтың сөзін білесің ба? Сен молда уағыз айту үшін қазақтың да сөздерін үйренсейші, мына шал деген жаман сөз ғой деп шығып кетті анау. Ана мен жұлдызбен ғой енді. Маған ешкім сөйлемеу керек қой. Бүйтіп қалдым да, отаңан какой-то қатын маған. Бұл атаңа мен көрмеген ба телевизордан деп ауырып тұрмыз ғой енді. Кеш шыққаннан кейінше Бауыржан Момышұлының, Бекемтас Мырзахмет деген кісі бар. Бауыржан Момышұлының тарихын жазып жатыр. Соның сөзін тыңдасам айтады. Бауыржан Момышұл айтады, қартайған адамдар төртке бөлінеді. Абыз бүкіл халқы сыйлайтын адам. Ол өте редкі кездесетін қария ол. Абыз деген. Екіншісі мен үшіншісі, в общем, қария мен ақсақал. Біреуі үйін жамандықтан қайырып, жақсылыққа шақырып, жақсы сөздерін айтып, отқан адамды қария дейді екен. Ауылын уайымдап жүрген қарияларды ақсақал дейді екен. Ондай қариялар баяғыда бар, соларда білесіздер ме? Сіздердің жас кездеріңізде осы ауылда бір үйде дау болса, қариялар жиналып барып, не болды? Не болды? Сен не жетпей жатыр сендерге деп, қариялар шешетін қазір. Қазіргі қарияларды білмеймін, бірақ. Баяғы қариялардың қалтасында тәспі мен кәмпит жүретін. Қазіргі қариялардың қалтасында темекі мен карта жүреді. Көбінше. Төртіншісі шал. Сөйтсек айтады, шал деген кім десе, біріншісінде шал деген белінің күші қайтқан, әйелге жарамайтын, жасы келген адамды шал дейді екен. Бірінші. Екіншісі, адамға да итке де пайдасы жоқ адам бар ғой. Соларды айтады деген ғой, шал деп. Сол үшін жігіттер шал болудан Құдай сақтасын. Бірақ бұл сенің таңдауыңдағы нәрсе емес. Бүйтіп келіп қойшы, мен қария болам деп, басқа бөлмеге кіріп кетіп, ондай шал, қария деген бөлмелер жоқ қой, хабар. Формаңды ауыстырып шығатынше, шалша өмір сүресің ба, қаласаң да, қаламасаң да шал боласың. Қария сияқты боласың ба, онда
қазден дұрыс сөйлеп үйрен. Дұрыс сөйлеп, жақсы сөйлеп үйренсек бар ғой, мін қартайған кезде сондай адамға айналамыз. Бірақ жігіттер, өмір тез өтіп кетеді. Bir қызық айтайын. Біздің өміріміздің уақыты қандай екен білесіздер ме? Жаназаға қатысып жүрміз ғой. Жаназада азан айта ма? Әр намазға азан айтатын еді ғой. Неге біздің жаназаға азан айтпайды? Өйткені оның азанын сен туылғанда айтып қойған. Өзің ойлашы, кішкентай балаға азан айтқан кезде не деп айтамыз? Хайя аля сола. Ей, намазға асығыңдар деп атырып қой. Кішкентай балаға кімге айтып жатырмыз? Намазға асығыңдар. Соны айтады. Бұл сол жаназаның азаны ғой дейді. Ата соны айтады. Өмір сондай қысқа дейді. Bir намаз бен азанның ортасындай ғана. Міне 60-тан асқан қариялар отыр ғой. Осы ақсақалдардан сұраш, өмірің қалай өтті депше, 6 минутта айтып береді. 10 минутта айтып береді. Өмір сондай қысқа. Сол өмірдің қадірін білейік жігіттер. Ертең өлгеннен кейін. Міне жігіттер отырмыз ғой, 5-6 жігіт жиналамыз бір жерде, Өлген әкесі жайлы, атасы жайлы айта бастайды. Анау андай, мынау мынандай әртүрлі. Сонда біреуі үндемейді. Үндемей отырады. Не үшін білесіздер ме? Өйткені ол әкесі жайлы айтуға ұялады. Әкесі айтуға тұрарлық өмір сүрмеген да. Не деп айтады ол? Мен әкем сол валетші күзірайттан постоянно бірінші орын алатын. Қарағатын болмаған өмір. Бір-ақ рет қарағатын болған. Не деп айтады? Соны айтады. Өмір бойы күніге будкада қайтудан арақтың көзін жою үшін күніге будкада жүретін деп айтамын. Не деп айтады? Не деп айтады? Сондай болып қалмайық жігіттер. Ертең өмірден өткеннен кейін артымыздан балдарымыз біз жайлы айтуға ұялатын адамнан болып қалмайық. Ол үшін соған лайықты өмір сүрейік. Алла разы болсын, Алла екінен жақсылығын берсін. Бірақ бұл дегеніміз, ана ертең ауылға барып үлкендерді, карта ойнайтындарды барып, сіздер оказывается шал екенсіздер ғой деп ұрысып жүрмеңдер оларға. Біздің жұмысымыз құрметтей беру керек. Мына намаз оқыған жігіттер әсіресе бар ғой, намаз оқи алмай жүрген жігіттерге барынша жақсы сөйлей беру керек. Неге? Олар көру керек. Сенде мынау намазға келгенің сенің, намаз сені өзгертіп жатқанын, сенде бір жақсы жаққа қарай өзгеріс бар екенін байқау керек. Олар бізде не үшін қашады? Өйткені біз намаз оқыған сайын, аналар бейнамаздар, біз намазхандар, біз жәннаттықтар, мына тозақтықтар деген сияқты. Бізде уже өзімізді көтеріп бара жатқан жоқпыз ба? Қалай ойлайсыздар? Ана біреулер бар, вообще ауыр сөйлейді. Жахилдер деп қояды, надандар дейді да. Сен өзің соны айтқан адамға айт, сен өзің жахилсің, надансың. Өйткені ана хайрум минху, мен одан артықпын деген сөзді кім айтқан еді? Шайтан айтқан тұғын. Мен одан артықпын деген. Ал анау жахил, мен жахил емеспін деген сөз түсінікті ғой ол. Өзің қалай көтеріп тұрған? Алла екі дүниенің жақсылығын берсін.